Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге банафи-пай пирогын дайындаймыз. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, бөлме температурасындағы сармайымызды қосамыз. Екеуін қолымызбен араластырып, тесто крошка жасаймыз. Тесто крошкамыз осындай болу керек. Енді қант қосамыз, қопсытқыш қосамыз, жұмыртқаның сарысын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Формамыздың ішіне пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды қойып, қолмен жайып орналастырамыз. 1,5 сантиметрдай бортик жасаймыз. Дайын болған тестіміздің үстін шанышқымен тесіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Пеште көп ұстамаймыз, себебі қатты болып кетеді. Тестіміздің шеті қызарып бастаған кезде шығарып тастаймыз. Толықтай суыған основамызға вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Бананымызды тым жұқа қылып кеспейміз, шамалы қалыңдау қылып кесеміз. Толықтай пирогымыздың беті жабылғанша бананымызды орналастырып шығамыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқындатылған сливкиімізді миксерлейміз. Сливкиіміз қоюлана бастаған кезде сахарный пудра мен творожный сырымызды қосамыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Дайын болған кремімізді опи-пайдың насадкасымен орналастырамыз. Пирогымыздың үстін толықтай креммен жауып шығамыз. Енді пирогымыздың бетін какаомен себеліп шығамыз. Осымен банафи-пай пирогымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Бұл пирог менің отбасымның ең сүйікті пирогтарының бірі. Дәмі енді ерекше тәтті болып шығады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.